Құранда мынадай аят келеді. Алла тағала айтады. Қала расулу. Алла елші айтып жатыр дейді. Қала расулу. Я Рабби, я Раббым. Инна қауми, менің қауымым. Иттахаду хадал Құр'ана махжура. Бұл Құран тастап қойды менің қауымым дейді. Қазір осы жерде отырғандардың көпшілігі Құран оқи алмайды. Оқығандар Құранды түсіне алмайды. Түсінгендер Құранға сай амал етпейді. Солайша біз Құран тастап қойдық. Сол үшін Құран не бұйырады бізге? Біз оны түсінбейміз ғой. Құранды түсінбегеннен кейін біз әртүрлі коучтарға жүгініп жатырмыз. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы айда Құран түсті, және сол Құранды әр түні оқып тұратын еді. Сол үшін бауырлар, Құраннан теріс айналмаңыздар. Өйткені Алла тағала Құранда айтады: "Ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка". Кім менің Құранымнан теріс айналса, Құранымды тастап қойса, оған қиын өмір береміз дейді Алла тағала. Ва нахшуруху яумал қиямати а'ма. Қиямет күні оны соқыр қылып тірілтеміз дейді. Сол кезде айтады адам: "Я Алла, лима хашартани а'ма қад кунту басира, ва қад кунту басира". Мен көзім көретін еді ғой, неге мені соқыр қылып тірілтті? Пенде айтады Алла тағала. Сонда Алла тағала айтады: "Ва кадалика ататка аятуна фанасита". Менің аятым келген кезде сен соны ұмыттың ғой дейді Алла тағала. Менің аятым келді ғой саған, сен соны ұмыттың ғой, фанасита. Ва кадалика льяума тунса. Бүгін сен ұмытыласың дейді солайша. Сен Алланың аятын ұмытып кеттің ғой. Алла тағала тек қана жазбаша аят берген жоқ саған. Құран жазбаша аят. Жана мына әлем екінші аят. Әлемді жазып жатыр ғой Алла тағала. Құдірет қаламымен сәт сайын жаратып жатыр, жасап жатыр, өсіріп жатыр, өзгертіп жатыр, қозғап жатыр. Солай ма? Әлем қозғалыста ма? Атом молекуладан бастап планеталар, галактикаларға дейін Алла сәт сайын жазып жатыр ғой. Сен оқыдың ба оны? Сен ұмыттың ғой оны. Сен көрмедің оны. Сол үшін бауырлар, Алла тағала құдси хадис айтады: "Иза закарани абди фи нафсихи закартуху фи нафси". Егер құлым мені өз ішінен еске алса, Раббысын Алланы еске алса, мен оны еске алам дейді. "Иза закарани абди фи малаин". Көпшілік жерде, осындай жерде еске алса, закартуху фи малаин хайрун мин. Мен оны одан да көп, одан да хайырлы жерде еске алам дейді. Фазкуруни азкуркум. Алла тағала айтады: "Мені еске алыңдар, мен сендерді еске алам" дейді. Әлемдердің Раббысы болған Алла сені еске алса,